Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Мен Сенбеева Айдана Құрманғалиқызы, педагог-психолог. Сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Және де сіздерге қашықтықтан білім алуға байланысты өз ұсыныс кеңестерімді жолдаймын. Құрметті оқушы, бастауыш сыныптан ортаңғы буынға қадам бастың. Сен енді есейіп келесің. 5-ші сынып жаңа белес, жауапкершілік, тиянақтылық, белсенділікті көп қажет етеді. Карантин режиміне байланысты қашықтықтан білім алудасың. Өзіңді жауапкершілікті сезін, ерінбей оқып білім алуға талпын. Сонымен қатар, сынып жетекшің, пән мұғалімдерің өзгерді, жаңа пәндерді оқып жатырсың. Оқу бағдарламаң да күрделенді. Бұл қалыпты жағдай. Сондықтан білгенің жөн. Уақытылы ұйықтап, күн режимін үнемі сақтап жүр. Сабақ оқу алдында ерте тұрып, дене жаттығуын жасап, сергек бол. Уақытылы үй тағамдарымен тамақтанып, денсаулыққа зиян газды сусындар мен пайдасыз тағамдарды қолданба. Үйде кітаптарыңды, оқу құралдарыңды ұқыпты ұстап, жинап жүр. Өзіңе мақсат қойып, сабақты уақытылы орындауға дағдылан. Қашықтықтан оқысаң да, мұғалімдер алдында жауапты, мәдениетті бол. Сабақты білмесең, үйдегі үлкендерден көмек сұрап, өздігінен ізденіп үйрен. Түсінбесең, пән мұғаліміңе ескерт, сұрақ қой. Мұғалімің саған түсіндіреді. Күнделікті сабағыңды қалдырмай оқуға тырыс. Бастысы, қазіргі жағдайда сақтық шаралары. Уақыты келгенде мектебіңмен қауышасың. Ата-анаңның мақтанышы бол. Оларды ренжітпе. Үнемі оқуға талпын, өнерлі бол, үйде тәртіпті сақта. Ата-анаң сабағыңа үнемі көмек беруге міндетті емес. Үйде ата-анаңды сыйлап, айтқанын тыңдап, үй жұмысына көмектес. Өзің оқи алатыныңды дәлелде. Үйдегі үлкендерге құрмет көрсетіп, бауырларыңа қамқор бол. Бос уақыт тауып, сурет сал, би-биле, ән айт, көркем сөз оқып, өзіңнен кіші үйдегі бауырларыңа ертегі айтып бер, ойнатып, жақсы әдетке баулы. Сені сабақтан алып жүрген төмен бағаларың алаңдатуы мүмкін. Қорықпа, бұл да қалыпты жағдай. Өзіңді жетілдір, оқып іздене бер. Алға қойған мақсатыңнан тайма. Жаңа пәндерді игеру оңай емес. Үйренесің, қалыптасасың. Қазір сен телефонды онсыз да көп қолданып жүрсің. Интернетте сабаққа қатысы жоқ ақпаратты оқыма, қарама, сақ бол. Телефонмен ойындар ойнама. Ойын арқылы саған қауіп төндіретін интернет алаяқтары бар. Бөгде номерлермен хабарласпа, оларға жазба. Телефон мен компьютерді сабақ үшін қолдануға әдетке айналдыр. Көзің ауырмас үшін 10-15 минут үзіліс жасап, жаттығулар жаса. Мазалап жүрген ой болса, ата-анаңмен сырлас, ақыл сұра, ойыңды айт. Ата-анаңа айтпайтын шұғыл сұрақ болған жағдайда сынып жетекшіңмен хабарлас. Денсаулығыңды күтіп, қоғамдық орындарда маска киіп жүр. Оқушылар, сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы оқу сенің қолыңнан келеді.